Осындай пышный әрі жұмсақ бауырсақ пісіргілеріңіз келсе, видеоның соңына дейін қараңыздар. Және де арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бауырсағымызға керекті заттар: жарты литр су, 1 кесе сүт, 1 ас қасық майонез, 2 кішкентай қасықта қант, тұз, керегінше ұн, 1 кішкентай қасықпен дрожжа. Алдымен суымызды құйып аламыз. Сосын сүтімізді құямыз. Сүтімізді құйып алдық. Майонездімізді саламыз. Қантымызды саламыз. Бір кішкентай қасықпен тұз саламыз. Венчикпен бәрін араластырамыз. Дрожжамызды саламыз. Тағы да араластырып жібереміз. Енді ұнымызды саламыз. Мінекей қамырымызды илеп алдық. Енді кішкене май құйып, тағы да жақсылап илеп аламыз. Енді бетін жауып, 1 сағатқа қойып қоямыз. Қамырымыз ашыды. Бір басып, қайтадан 15 минутқа қойып қоямыз. Бауырсағымыздың қамыры дайын болды. Енді 2-ге бөліп, кішкене қындырып қоя тұрамыз. Енді жайып, кесіп аламыз. Майымыз қызыды, бауырсақтарды пісіруді бастаймыз. Мінекей бауырсағымыз дайын болды. Жұмсақ, пышный болып шықты. Видеом ұнаған болса лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және де маған тіркелуді ұмытпаңыздар.